Сәлеметсіздер ме? Мен Атамекен жалпы білім беретін мектептің 10-ші сынып оқушысымын. Атужан Барахатова Арай. Мен экоблогермін. Бүгінгі менің видеомның тақырыбы өзгеріс өзімізден басталады. Біз кейде үлкен өзгерістерді күтеміз, бірақ өзгеріс өзімізден басталатынын ұмытып кетеміз. Мен экоблогер ретінде экологияны қорғау үшін кішкентай әрекеттердің де маңызды екенін көрсеткім келеді. Орман ластанып кетті. Көмек керек. Егер адамдар пластик тастаса, ол ұзақ жылдар бойы шірімейді. Жануарлар оны жеп қойып, ауырып қалады. Суға қоқыс түссе, су лайланып кетеді. Балықтар дем ала алмай, су тіршілігін жоғалтады. Кейде адамдар байқамай жануарларға зиян келтіреді. Бір қадаммен құмырсқаның тұтас үйін бұзып алады. Қатты дауыспен құстарды үркітіп жібереді. Табиғат өте нәзік, оған абай болу керек. Достар, орманға көмегіміз қажет. Мына бұтаның астында бөтелке таптым. Жақсы жұмыс. Қапқа сал. Орман әлдеқайда тазарып қалды. Ағаш бақытты сияқты. Құмырсқаның үйі плегі кішкентай болса да, ол да маңызды. Осы жерге қоямыз. Енді шегінейік. Абайлап. Құстар да тыныштықты қалайды. Балалар, табиғатты қорғау ең батыл және ең мейірімді іс. Қазір технология дамыған заман. Адамзат жаңа техника немесе бұрыннан ойлап тапқан заттарды дамытып келеді. Ол үшін өте көп ресурс қажет. Сондықтан жер қыртысынан 55 миллиард тонна пайдалы қазбалар алынады екен. Егер осыны жер бетіндегі барлық адамға бөлсек, әр адам басына 10 тоннадан келеді. 2030 жылға қарай бұл көрсеткіш 250% артады деп отыр. Жаһандық ластану мәселесі қазіргі таңда өте өзекті. Кейбір адамдар қоқыстан жағымсыз иіс шығады деп ойлайды, бірақ ол сіз ойлағандай жай ғана жағымсыз иіс емес. Қоқыстың құрамында ұсақ улы жәндіктер, химиялық газдар және көптеген зиянды заттар болады. Ал пластмасс қоқыстың ең қауіптісі. Ол өртенген кезде озон қабатына зиян келеді. Одан бөлек, жанып жатқан кезде оның түтінін жұтқан адам ағзасына ауру туындап, тіпті адам өліп кетуі мүмкін. Ең қызығы, күнделікті қолданатын пластик бутылкалар және де балаларға қолданатын жайылымдар, яғни памперс 400 жылдан 450 жылға дейін ыдырайды. Шыны бөтелкелер 1000 жыл ыдырайды. Біз бұл заттарды тез тастаймыз, ал табиғат ұзақ көтереді. Ғалымдар экологияның ластануын айтып дабыл қағуда. Сіз де экологияға өз көзқарасыңызды өзгертіңіз. Таза табиғат, таза болашақ. Күнделікті қоқыстардың ыдырау уақыты. Дәретханада қолданатын қағаз 2-4 күн. Газет 1 айдан 3 айға дейін. Алма қалдығы, картон қораптары 1 айдан 5 айға дейін. Фотосуреттер мен сіріңкелер 3 айдан 14 айға дейін. Темекі қалдығы мен журналдар 1 жылдан 5 жылға дейін. Боялған тақтайлар мен пакеттер 15 жылға дейін. Консерва банкалар 50 жыл. Батарейка 200 жыл.